Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет, жұмсақ болып пісетін нанның рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей мен 1 литрдей суға 1 үлкен қасықпен тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз ерігенше, сосын електен өткен ұнымызды шетінен қосып, үстіне дрож қосып, 1 ас қасық дрож қосып, осылай нанымызды илеп алатын боламыз. Өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді пісте маймен осылай жақсылап тағы бір илеп қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ. 20-25 минут тұрады. Мінекей көтеріліп шықты. Енді осыны табаларға осылай жасап қоямыз. 20-25 минуттай тұруы қажет. Сонда қамырымыз биік болып көтеріліп шығатын болады. Қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене қолдарыңызды майлап жүрсеңіздер болады. Мінекей қамырымыз керемет болып көтеріліп шығады. Осылай бетіне өздеріңіз қалағанша форма қойып жасай беретін боласыздар. Узорларды қойып, мінекей осылай керемет қылып жасап шығасыздар. Нандарыңыз булочка сияқты керемет болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Бетіне неше түрлі өздеріңіз қалағандарыңызды узорлар істеп, осылай керемет нан пісіріп ала беріңіздер. Керемет, мінекей өте жұмсақ, үлпілдеген нан. Ұнаса лайк, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.